Тамылжыған тамыз айы ортасынан алып барады. Жаз әлі де күзге дес бермей ақ келеді. Санадан күз жақындады деген ойды алып тастаса, құдды жаз деуге болатындай. Біз іс-сапарға шыққан кезде аспан қабағын түйіп ойланып тұрған болатын. Біздер қаладан шыға аспан шайдай ашылды. Жолдың екі қапталы әлі жап-жасыл. Бағамдап қараған адамға сарғыш түстер де кездесіп қалады. Табиғат уақыты келгенде еш жаңылмайды, еш жаңылмайды. Сауырына сары әлемдер естірген сары күз жақын екенін мойындамасқа болмайтындай. Біздер мінген көлік тас жолмен зулап келеді. Біздерді Лебяж ауданына кіре беріс жерде аудандық ішкі саясат бөлімінің бастығы Светлана Мусинова мен Ямышев ауылдық округінің әкімі Тасболат Көбайдаров қарсы алды. Ауылдық округтың тарихи атауы Тұзғала деп аталған. Елді мекенге кіре беріс қақпаға осылай жазылған. Елді мекен қаладан небәрі 40 шақырымдық жерге қоныс тепкен. 1214 тұрғыны бар ауылдық округтың тарихы тым тереңде жатыр. Бұл жерде оңтүстік жағалауынан сонау 17-18 ғасырдағы таңғажайып ескерткіштер табылғанына қарағанда, бұрындары осы жерде өркениетті ел болған. Бұл байырғы елді мекен екендігінің бір дәлелі. Ауыл орталығы жинақы таптада. Ямышев ауылдық округі бойынша 3 ауыл бар. Ол орталығы Ямышев ауылы, Тілектес, Қызылоғам ауылы. Округ бойынша 1900-де халық тұрады осы елде. Енді қысқаша тоқталып өтетін болсақ, ауылда барлық мәселелерінде шешімін тауып жатыр. Ямышев ауылында биылғы жылы жаңа өздеріңіз болып өттіңіздер. Бұрын 25 балабақша болған, тағы да 25 балалық қазақша бөлім ашылып, бүгінгі күні 50 орындық балабақша ашылайын деп отыр. Бар бүгінгі күні. Сонымен қатар осы Тілектес ауылында балабақшалар тоқталатын болсақ, бұрынғы мини орталық дейміз, қазір тоже ол мәселе шешіліп жатыр. Бұнда да балабақша ашылатын болады. Қызылоғам ауылында жаңағы кіші орталық бар. Онда 20 бала, мектепке дейінгі бала сол балабақшада қамтылған. Енді сонымен қатар мәдени жағына келетін болсақ, біздің енді орталықта бірақ қиыншылығымыз бар. Орталық Ямышев ауылында клубымыз жоқ, жаңа мәдени үйі дейміз. Енді ол мәселе де көтеріліп жатыр. Биыл болмаса да келесі жылы салынады деген жоспарда бар. Тілектес ауылында бізде мәдени орталық бар. Қызылоғам ауылында кішкене қиыншылық болған. Биылғы жылы аудандық бюджеттен сол 700 мың теңге ақша бөлініп, жаңағы бір ғимарат сатып алынып, бүгінгі күні күрделі жөндеуден өтіп отыр. Оның ішінде сол ауылға жаңағы дәрігерлік амбулатория орналасады, соның ішінде ауылдық кітапхана орналасады. Сонымен қатар жаңағы почта бөлімі ашылады, соның ішінде барлығы бір-ақ жерде болады. Бұл да өте бір үлкен пайдасы болайын деп тұр. Облыстық бюджеттен 10 миллион теңге ақша бөлініп, қазіргі уақытта жаңа өздеріңіз куәгер болдыңыздар, ремонттық жұмыстары жүріп жатыр. Мектептерге келетін болсақ, 3 ауылдың түгелінде 3 мектебімізде бар, бүгінгі күні жұмыс жасап, кадр мәселесі түгелі шешімін тапқан. Жаңа оқу жылына түгелі дайын, сай. Сонымен қатар от қазандықтары бүгінгі күні түгелі дайын 3 мектептің де көмірге қысқа көмірлер түгелі жеткізіліп жатыр, қазіргі уақытта әкелініп жатыр. Енді 25-ші қыркүйекке дейін түгелі жеткізіліп, орнына жеткізіледі. Заман ағымына ілесе алатынын көрсететіндей, қазіргі әдіспен салынған мектеп үйі алдында алда өтетін облыстық жастар форумы салтанатына дайындалып жүрген балалар легі көрінді. Мектептің кіре берісінде әдемі гүлдер мен мәңгі жасыл шырша көріп кетіп тұр. Мектептің сыртқы келбеті де жаңа құрылыс жүйесімен салынған еңселі. Оқу жылына дайындық қалай мектепте? Жалпы Ямышев орта мектебі осы аудандағы жаңа мектептердің бірі. 2004 жылы қолданысқа енгізілген. Мектептің проектный мощности деп айтайық, 198 балаға арналған. Қазіргі таңда мектепте 136 бала оқып жатыр, 22 бала қазақ сыныбында оқиды, 115 бала орыс сыныбында оқиды. Мектепте істейтін мұғалімдердің саны 25, оның 19-ы жоғары білімді мұғалім, 6-ы кәсіптік білімдік. Мұғалімдердің санаттары жоғары, 5 мұғалім жоғары санатты, 9 мұғалім бірінші санатты мұғалім, 6 мұғалім екінші санатты мұғалімдер. Биылғы жылы 449 мың теңге ағымды жөндеуге ақша бөлінген. Ол ақшаны толық қамтып, қазіргі таңда мектеп жаңа оқу жылына дайын. Мектепте жан-жақты оқушылардың даму тәрбиесіне бүкіл жағдайлар жасалған.
спорт зал бар бізде, өте керемет. Жаңадан спорт залымыз, мұражайымыз бар, өлкетану мұражайы. Сонымен қатар медициналық блок, кітапхана, мультимедиялық кабинеттер бар. Жан-жақты балалардың өсуіне, дамуына бүкіл жағдай жасалып тұр. Балалар 20 оқушы бар, 20 бала, оның 5-еуі болашақ міне балалар бақшасынан келіп жатыр, ал 15-і предшколадан келетін балалар. Бізде былай қарап отқанда, енді биылғы жылы екі бірінші сыныпты ашамыз, біреуі қазақ сыныбы, біреуі орыс сыныбы. Сондықтан қазақ сыныптарының ашылуы бізде әлі де жалғасуда болады, үзілмейді. Мектебіміз аралас мектеп болатын түрі бар қазір, себебі оның алдында мектеп тек қана таза орысша мектеп болған. 200 орындық мектеп жаңа оқу жылына дайын деуге әбден болады. Білім ордасының ішінде каникул кезі болса да балалар жүр. Мектепте демалыста жүрген оқушылар интерактивті тақтамен жұмыс істеуге жаттығып жатқанының үстінен шықтық. Кейбірі интернетті пайдаланып өзіне керек ақпаратты алуда. Бәрі де жаңа оқу жылын өз деңгейінде қарсы алуға тырысуда. Ауданда биыл білім саласына байланысты игі істер қолға алынған. Олай дейтініміз, ауданның барлық мектептерінде 19,5 миллион теңге қаржы бөлініп, компьютер алынғаны қуантарлық жағдай. Білім ордасында тарихи өлкетану мұражайы жұмыс істейді екен. Мұражайда өлкенің өткені мен бүгіні келістіріліп жинастырылған. Оны 17-18 ғасырдан бастау алған тарихи экспонаттар шынымен қызықты. Тіпті қазан төңкерісінен кейінгі тұрмыста қолданылған бұйымдар да бар. Патефон, иінағаш, үтік, шоқпар, тағы басқа заттарды қолға алу тіпті де қызық. Екі тілде тәрбие беретін мектепте жаңа заман талабына сай кітапханада орналасқан. Мұндағы кітап қоры 14 мың. Оның ішінде оқулық саны 3500. Кітапханада мерзімдік басылымдар да орын алған. Білімін жетілдірем деушілерге барлық жағдай жасалған. Елді мекенде орталық кітапхана бола тұра, ауыл тұрғындары осында келіп тұрады дейді мектеп директоры. Негізінен аталмыш оқу орны туризм бағытын ұстанған. Спорттық бағытта да қол жеткен жетістіктері жетерлік. Дайын ғой енді. Мектеп жалпы дайын, 100% дайын деп айтуға болады. Жан-жақты әкімшіліктен көрсетіліп жатқан көмектер бізде көп. Өздеріңіз жаңа байқадыңыздар, оқушылар да мұғалімдер де дайындық үстінде. Мектеп алдында болашақ атты балалар бақшасы орналасқан. 2005 жылы салынған бұл мекемеде 25 бүлдіршін тәрбие алуда. Бұл мекемеде тәрбие есік алдынан басталады деуге болатындай. Бақшаның ауласында ойын баласына қажетті ағаштан, тастан әртүрлі мүсіндер жасалған. Ағаш басына құстарға арналған ұяшық ілінген. Бұл жерге балалар өздері өз қолдарымен жем алып салып отырады дейді директордың міндетін атқарушы Шамшырақ Қалиоллақызы. Балабақшада алдағы уақытта бала саны көбейіп елуге жетпек. Мекемеде әрбір сәбидің денсаулығын қадағалау жолға қойылған. Ұйықтар бөлмеге жалпақ табаннан сақтану үшін арнайы емдеу тәсілі жасалған. Мұндай жолшалар балалар ұйқыға жатарда, ұйқыдан тұрғанда жүру үшін жасалған. Ойын залында денсаулықты шынықтыруға арналған ойыншықтармен жабдықталған. Қабырғадағы үлкен айна әр баланың өз жаттығуын көріп, түзелуіне мүмкіндік беретін сөзсіз. Біздер балалардың түскі ас ішер сәтіне тура келіппіз. Дәмді түскі асты зор ықыласпен ішіп отырған сәбилер гүлге қонған көбелекті елестететіндей. Тағы да жол. Беталысымыз Маяк шаруа қожалығы. Біздер келгенде дала қосы маңы қарбалас екен. Ұжым мүшелері өзіне бекітілген жұмыс орнында еңбек етіп жатыр. Судай жаңа шетелдік техникалар көздің жауын алады. Техникалардан әрірек жерде насос станциясы жұмыс істеп тұр. Біз станциядан босағып жатқан суды көре алмадық. Сұрастыра келсек, бұл станцияның кереметі су жер астынан егістіктерге жіберілетіні болып шықты. Осындай әдіс өмір нәрі судың бос ысырапқа ұшырамауын қамтамасыз етеді. Осы бір үнемшіл әдісті барлық диқандар қолданса, нұр үстіне нұр болар еді деген ой келді біздерге. Шаруа қожалығының бас директоры Ермек Бекенұлы өзі бас болып қолда бар техникамен таныстыра бастады. Барлық жаңа техника Голландиядан алынған. Жаңа тракторлардың біреуінің құны 120 мың евро. Трактордың іші таптада кондиционер, алаңды көру аппараты, желдеткіш, шағын телевизор орнатылған. Техниканы жүргізудің өзі бір ғанибет. Сан кнопканың бірін бассаң, орнынан жайлап жылжи береді. Тағы бір жаңалық, шаруа қожалығында 3 комбайн жұмыс істеуге әзір тұр. Бір мезгілде 8 тонна картоп жинауға мүмкіндігі бар. Өзі қазып, өзі жинап, өзі тазалап, өзі іріктейтін бұл комбайндарда Голландиядан әкелінген. Осы техникаларды алуға Казагрофинанс фирмасы инвестиция салған. Шетелдік техникалармен қатар өз тракторларымыз да бір қатарда тұр. Маяк шаруа қожалығының жүгері алқабына келгенде төс әлеті болып қалды.
Биздер келгенде арнайы машина егістіктегі зиянкестерді болдырмаудың алдын алу шарасын атқарып жүр екен. Адам бойынан биікте бітік өскен жүгері біздерге жоғарыдан төмен қарайды. Өнімділігі көңіл қуантарлықтай болатынына көз жеткендей жалма-жан біреуін ашып қарап жатырмыз. Аппақ сүттей уылжып тұр. Бұрындары тұзы шығып аппақ сор болып жатқан жер бүгінде жап-жасыл егіс алаңына айналған. Осы бір жағдайдың сырын білгіміз келген біздер микрофонды істетігін білер шаруагер азаматқа ұсындық. Биыл мына жүгерін 150 гектар дейміз ғой, содан міне 375-тен өздеріңіз көріп тұрсыз. Алатын ойымыз бар. Қарамалға біз сол силос дейді, соған саламыз. Содан қырда 300 гектар бар, оны кәнді кішіне биыл жаңбыр аздау болғасын, бір 30-35 болады сенттері. Сол жалпы біздің қысқы немізге жетеді деп ойлаймын. Енді мұнда суландыратын жер 150 гектар, енді қалғаны 700 гектардай картоп еккенбіз голландский технология бойынша. Бағана көрдіңіздер, барлық техника түгелі бар, сақадай сай дайынбыз. Соны тосып отырмыз, енді сентябрь иншалла сол біріне қарай бастаймыз. Мына егінді алқамын, егінді оруға. Енді жалпы жағдайымыз жаман емес. Енді жылдан жылға алқапты кеңейтіп жатыр деп естідік. Қалай болып жатыр ол? Алқап міне былтыр 350 гектар болған, биыл міне 840 гектар, оның 150 міне жүгерін, қалғаны картоп. Ендігі жылға 4 мынандай машина заказ беріп контрактқа неттік, тағы 4 машина орнатамыз, тағы где-то 500 гектардай, оның где-то 120 гектары картоп болса, қалғаны шөп егеміз. Өйткені біз племенное хозяйство, сүт өндіреміз, сол малға. Ендігі жылы иншалла 400 қарамал шетелден әкелсек, соған стойловое содержание дейді, соған азық керек қарамал. Сол үшін біз тағы нетеміз. Содан кейін 14 жылы тағы 500 гектар жоспарда бар, тағы әкеп машиналар орнатамыз. Алқапты қалай қорғайсыздар? Мына баяғыда сары болып зиянкестер жеп өспей жататын. Сіздерде қарап отырған жақсы сияқты. Алдыңғы агротехнологияны қолданамыз. Онтан фунгицид, гербицид дейді, пестицид, солардың барлығы бізде бар. Одан ақшаны аямаймыз. Жалпы 35 миллион теңге ғана биыл қаражат жұмсадық солған. Сондықтан мынауға құрт құмырсқа, арам шөп деген сияқтар жойылады. Тәжірибелі міне агрономымыз бар, Жұлдызбай дейтін азамат. Тағы жігіттер міне тәжірибелі инженердарымыз бар, Ақболат дейтін. Сондай жігіттермен бірге қол ұстасып, бірлік бар жерде тірлік бар дейді, қазақ айтады. Қарап отырсақ, мұнда техникалар ғана емес, өнімнің тұқымдық сорттарда голландиялық болып шықты. Картоптың 3 сорты жайқалып өсіп тұр. Биіктігі де, бітімі де бірдей гүлдеп тұрған Санте тұқымының егістігінде жүрміз. Тұтас картоп 700 гектарға отырғызылған. Өту қарқынына қарай әр сорт жеке-жеке егістікке орналастырылған. Бір алқапта ертерек пісетін, екінші алқапта кейінірек, үшінші алқапта кеш пісетін картоп өсіп тұр. Бұл өнімді уақытында жинауға, уақытында қоймаларға жеткізуге, уақытында өткізуге мүмкіндік береді. Міне, ауыл шаруашылығы саласындағы серпінді әдістер деп осыны айтты. Жасыратын жоқ, биыл 2-ші жыл біз картоппен мынау Голландия технологиясымен айналысқанымыз. Мен мамандық агроном, мына кісі міне Жұлдызбай дейтін жігіт, мамандық агроном екеуміз. Былтыр кішкене не болды, бірақ егін былтыр орта шалғанда 32 тоннадан алдық. Биыл енді ойлаймын, сол 35-тен кем түсірмейміз деп тоннасы 1 гектарынан. Сол былтырға недерді нетіп, өз тәжірибеміз жылдан жылға өсіп жатыр тәжірибеміз. Мынау технология бағана айттым ғой, 35 миллион қаражат теңге жұмсадық осы құрт құмырсқа, арам шөппен күресуге. Соны кезінде соның түгелін өткізіп, кезінде түнде көбінесе ол нәрселер жасалады. Сол түн шырт ұйқыны бұзып, түнде ұйықтамай, осының басында жүріп, соны неткеннің нәтижесі деп ойлаймын, осы неге жеткеніміз. Қандай сорт мынау картоп? Енді Голландиядан келген сорттар барлығы. Санте, ана жақта Романо дейді. Биыл 300 тонна алдық элита. Ендігі жылға Мелоди дейді, Романо, Санте дейтін сорттар. Ендігі жылға біз тұқымға. Жалпы міне осы барлығы Голландиядан келген тұқымдар. Соның енді тұқымға да байланысты, сол жақсы тұқым. Мына өзі міне осы қыстан өзіміз былтыр Голландиядан 900 тонна әкелгенбіз. Соның мына өзі қыстан шығып, жақсы шықты қоймадарда. Соны еккен өз неміз тұқымдарымызбен егіп отырмыз. Голландиядан былтыр әкелінген.
Жақсы Енді екен. жалпы ойлап тұрмын, жаман емес, қазір міне гүлдеп жатыр, кейбір жерлері гүлдеп болды уже. Біз енді суландырамыз күні түні. Бүгінде егістікке тамшылап суару әдісі көп қолданылып отыр. Маяк шаруа қожалығында егістікке Америкадан әкелінген суару техникасының кереметіне біздер де көз жеткіздік. Ұзындығы 600 метрлік ғажайып техниканы жұмысқа қосып пульт арқылы жүзеге асады. Бір керемет іске қосылған техниканың ақырын жылжып, тұтас алқапты суарып шығатыны. 700 гектар алқапты суару бір-ақ адамға ғана жүктелген. Жалпы шаруа қожалығында 250 адам тұрақты жұмыс істесе, маусымдық жұмыстарды есептегенде барлығы 400 адам еңбек етеді. 20 мың тонналық екі қойма өнім сақтауға өте қолайлы екен. Онда желдету, кептіру, температураны сақтау тәсілдері сақталған. Мысалға айтар болсақ, тек картоппен ғана 90 адам айналысады. Соны техникамен егістікті толық сақтаудың барлық шараларын жүзеге асырып, мол өнімге қол жеткізгелі отырған Маяктың облыс тұрғындарын қажетті өніммен қамтамасыз ететініне біздер де көз жеткіздік. Ямышев ауылдық округінің құрамында 2 округ бар. Соның бірі Қызыл Қоғам елді мекені. 400-ге жуық тұрғыны бар ауылда емдеу мекемесі, мектеп, кітапхана, дүкен ғимараттары бар. Бүгінде жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының 4-ші бағытын жүзеге асыру мақсатында Қызыл Қоғам ауылында клуб үйі салынып жатыр. Мұндағы құрылыс жұмыстарын Вира құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атқарып отыр. Келісім шарт бойынша 8 адам жұмыспен қамтылатын болса, бүгінде құрылыста 21 құрылысшы еңбек атқаруда. Жалпы құрылысқа 10 миллион теңге бөлінген. Аталмыш мәдениет мекемесі қазан айының басында пайдалануға берілмек. Дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша мәдениет үйінің меңгерушілігіне Самат Момынжанов тағайындалған. Жалпы бұл Қызыл Қоғам ауылында 90 жылдардан бері мәдениет ошағы болмай тұрған. Содан көптеген жұмыстар атқарылды мемлекет тарапынан осы күнге дейін. Биылғы жылы нақты айтатын болсақ, облыстық бюджеттен 9 миллион 700 мың теңгедей қаражат бөлініп, бұны қайтадан күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы күні осы ауылда 300-ден аса адам тұрып жатыр. Дегенменен осыны бітірген жағдайда бізде осы мәдениет ошағында ауылдық клубта ауылдық жаңағы дәрігерлік амбулатория орналасатын болады, ауылдық пошта бөлімі және ауылдық кітапхана орналасатын болады. Сонда бүкіл жағдай былайша айтқанда шешімін табады деп ойлаймыз. Енді басталу мерзімі жаңағы осы тамыз айында басталған, 2 айға жоспарланып отыр. Қазан айының бірінде бұл жоба аяқталуға тиісті. Осы бүгінгі күні өздеріңіз көріп отырсыздар, жұмыс қарқынды жүріп жатыр. Мен ойлаймын, бұл жөнінде ешқандай бізде проблема болмауға тиісті. Құрылыс материалы бәрі жеткілікті ғой? Құрылыс материалдары барлығы жеткілікті. Мердігер Павлодар қаласынан ТУО Вира құрылыс. Жол тағы да жол, бет алысымыз көкөніс өсірумен айналысатын Қызыл Қоғам шаруа қожалығы. Біздер келгенде бақша басында қияр жинау жұмысы қыза түскен. Жиын терін жұмыстарындағы әрбір адам өзіне тапсырылған істі мұқият атқарып жатқанына куә болдық. Жиналған қызанақ, қияр, қарбыздарды өлшеп, жеке-жеке қаптар мен қорапшаларға салуда. Тілді үйірер, лебяжілік, ала бүйрек қарбыздар жатыр алқапта. Құшақтасаң құшақ жетпестей теңкиіп, қарасаң көзің тоймастай. 12 гектар алқапта өсіп тұрған өнімдердің бітіміне қарағанда, биыл жазда қуаңшылық болмағандай. Көкөніс алқабы арық жүйесі арқылы суарылып отыр. Әрине, осындай аптап жазда шаруагер адамдардың уақытылы суару арқасында өнімділікке қол жеткізіліп отырғанын айтпасқа болмайтындай. Осы округке қарасты Тілектес ауылына бет түзедік. 225 тұрғыны бар шағын ауылдағы мектеп үй алдағы оқу жылына дайындықты аяқтауға жақын. Биылғы көзде өзінің 40 жылдығын тойлайын деп отырған білім ордасы 30 жылдар ішінде қаншама шәкірт тәрбиелеп, қияға қанат қақтырған. Мектептен мұражайға кірген адам ауылдың тарихымен танысып шығатыны рас. Мұнда елді мекендегі белгілі адамдар, белгілі ұстаздар, директорларға арналған бұрыш бар. Өткен заманның сирек заттары да осында. Мектеп ауласы ұқыпты қолдан қартады. 40 бала сауықтыру лагерінде демалып тыныққан. Жаңа оқу жылына Тілектес мектебі дайын. Осы биыл біздің мектебіміз 40 жылдығын тойлайын деп отыр. Со тойлауды өткізу үшін бізде мінеки жаз бойы күрделі жұмыстар өткізілді. Жаңадан пластиковый терезе салдық, от қазандықты ауыстырдық. Мектептің бәріне күрделі жұмыстарды өткіздік. Енді мектебімізде оқушыларымызда дайын, жаңа оқу жылына кадрлармен де мектеп қамтамасыз етілген.
Жана да бир жакшы жагдай, бурун бизде шагын орталык болатын, быйыл энди аудан акиминин шешүүі боюнча жана да мына балапан багдарламасына сайкес биздин осы Тилектес ауылында бала бакча ачылайын деп атыр. Со бала бакча ачылса, ауылдың жұмыссыз отырған кісілеріне қанша жақсы жұмыс орындары ашылады деп өзіміз соған мәз болып отырмыз. Енді мына 40 жылдық тойға өзіміздің оқушыларымыз, бұрын бітіріп кеткен оқушылар, мұғалімдер, ауыл тұрғындары бәрі ат салысып жақсы дайындалып жатырмыз. Бала толық қой. Бірінші сыныпқа баратын балалар қанша? Бірінші сыныпқа баратын 5 бала. Мектебіміз шағын комплекті ол. Ямышев ауылдық округінде жұмыспен қамту бағдарламасы тиянақты жүзеге асырылып отыр деп айтуға болады. Олай дейтініміз, болашағы беймәлім шағын ауылдардан қоныс аудару мәселесі қолға алынған. Қазантай ауылынан көшіріп әкелінген жас отбасына ат басын тіредік. 2 баласы бар отбасы жаңа үйге қоныс тепкен. Оларға әкімшілік тарапынан қажетті көмек жасалып отыр. Үй тұрмысына керек жиһаздары бар отбасының отанасы Айнагүл Асылбекова тіпті жұмысқа да орналастырылған. Сол жақсы күнделікті сол недерін жұмысына барып сол қалма келіп жүрмін. Ризасың ғой? Иә, өте жақсы. Халқы қалай екен, осы жергілікті халық қалай екен? Сізді қалай қабылдады бәрі? Жақсы бәрі. Сол несімен жақсы қабылдады. Үйге ризасыз ғой? Иә, ризамын. Жолдасыңыз жұмыс істей ме? Жұмыс істейді, ол Ямышевта тоже жұмыс істейді. Бағдарлама бойынша тоже көмек ретінде ақша беріледі квартал сайын. Сол үйдің ақысын төлеп отырамыз айбай сайын. Айтатын сол, рахмет үй бергеніңіздерге. Қаржылай да көмек алдыңыз ғой? Иә, көмек алдық. Сол жолға төленетін, сол көшіп келген кезде жолға төленетін ақшамызды алдық. Одан кейін көмек ретінде көмірге, светке, сол нетілетін кварталға бөлінген өздер ақшадар бар, сол ақшаны алдым. Ямышев ауылдық дәрігерлік амбулаториясы ауыл тұрғындарының ем алу қажеттілігін өтеп отыр. Мұнда ат шаптырған алысқа бармай-ақ ем-дом алуға болады. Амбулаторияда ем-шара, ем-деу әйелдер қабылдайтын, сау баланы қабылдау, сырқаттарды қабылдау кабинеттері, күндізгі стационар жұмыс істейді. Тіпті зертхана, дәрі-дәрмек босатылатын кабинеттер тұрғындар игілігінде. Бізде тұрғындардың денсаулығын қадағалау үшін бар жағдай бар. Барлық келушінің тіркеуі де дұрыс жолға қойылған. Халықтың өтімі де байқалып отыр. Биыл 19 бала дүниеге келді дейді бас дәрігердің міндетін атқарушы Любовь Глебова. Ауылда Яловенко атты жеке кәсіпкердің дүкенінде тұрғындарға керек товардың бәрі бар екеніне көз жеткіздік. Дүкенде әлеуметтік бөлім де бар. Ондағы азық-түліктің бағасы төмен, жалпы мұндағы товарлардың бағасы тым қымбат емес. Бір бөлке нанның құны 46 теңге. Басқа да азық-түлікке төмен бағалар қойылған. Ауыл тұрмысына қажетті заттардың бәрін де табуға болады. Тіпті тапсырыс бергендерге қажетті товарларын да келіп беретініне риза боласың. Жиын-терін жұмыстар қалай? Жиын-терін жұмыстарына келетін болсақ, енді өздеріңіз жақсы білесіздер, биылғы жылы міне біздің округ бойынша 700 гектардай жаңа картоп егілді. Оның ішінде жаңағы 690, ол бұл шаруа қожалықтарын айтып отырмын. 690 гектар жаңағы шаруа қожалығы, маяк шаруа қожалығы, сосын восход фермерлік қожалығы ашып отыр. Сонымен қоса 350 гектар бізде күнбағыс егілген, сапа шаруа қожалығы бүгінгі күні енді да осы күзге таман, октябрьге таман жаңағы өзінің өнімін жинайтын болады. Енді шөп науқанына келетін болсақ, шөп науқаны қазір жүріп жатыр. Бірақ биыл өздеріңіз жақсы білесіздер, мына ертіс суының тасымауына байланысты жылдағы алынатын өнімнен кемшіліктер бар. Енді ол бойынша аудан көлемінде аудан басшылары, аудан әкімі қосымша жұмыс жасап жатыр. Ертең халықтың шөпсіз қалдырмау үшін бәрінен бұрын енді малдың басын сақтап қалу бізге. Өйткені ауылдық жерде болғаннан кейін ауылда малсыз өмір болмайды ғой енді. Сонымен қатар енді ярмаркалар өткізіледі. Ол өйткені біз мына Қарсақбоздардан, Қырау ауылдардан шөп жақсы шыққан жерден сол кісілер әкеліп, сол біздің елге, халыққа жаңағы енді бағасы тиімді бағамен әкеліп сатылады. Ол туралы мәселе көтеріліп, шешіліп жатыр. Енді сонымен қатар мал ұстағаннан кейін біздің округ көлемінде Ямышев ауылында Теміркаев Зауыр деген азаматымыз, шаруа қожалығы бар, сүт қабылдайтын пункті бар. Осы үш ауылда сонымен қоса
көрші ауылдардан сүт жинайды. Оның бағасы бүгінгі күні 41 теңгеден алады халықтан. О да бір үлкен пайдасын тигізіп отыр. 15-тен аса әртүрлі халықта тұрып жатыр. Бүгінгі күні енді тұрмыстары жаман емес. Міне бір округтағы бір күніміз аяқталды. Осы мерзім ішінде көзіміздің жеткені Тұзғаладағы халықтың тұрмысы көңілдегідей. Алдында малы еңбек етіп тұрмысын түзеуге ден қойған ауыл адамдары. Оны мынадай деректерін көруге болады. Адресті көмек алатын бірде-бір отбасы жоқтың қасы. Жұмыссыздық бойынша тіркелгендер де жоқ. Біздер де осындай елді мекеннің жетістіктеріне қуандық. Қазақтың ауылда аман болса, ел іргесі берік болатынына белгілі. Көргендерімізді көңілге түйген біздер қалаға аттанып кеттік.